Өткен аптадағы үкіметтің кеңейтілген отырысында елбасы министрлерге, аймақ басшыларына жеке-жеке тапсырма жүктеген еді. Қазір осынау талап тұрғысынан көріну үшін өңірлерде көптеген тындырымды тірліктер қолға алынуда. Осы орайда Ақтаудағы халықаралық теңіз сауда порты солтүстік батысқа қарай кеңейтіліп жатыр. Стратегиялық маңызы зор аумақ арқылы былтыр 11 миллион тонна жүк тасымалданды. Оның 7 миллионы мұнай. Сондай-ақ теңіз жолымен шетелге 600 мың тонна бидай экспортталған болатын. Ал портты кеңейту жұмыстары мәреге жеткен кезде бұл көрсеткіш еселеніп өсе түспекші. Ақтау теңіз портында 700-ден астам адам жұмыс істейді. Олардың мамандықтары да әр алуан. Ал осындағы техникалардың тілін бір адамдай білетін Дима Шур 15 жылдан бері еңбек етеді. Ақтау порты оның көз алдында кеңістігін кеңейтіп келеді. На автопогрузчике перевожу грузы. Мен осы портта жүк тиеушімін, заманауи техникамен жұмыс істейміз. Өз қызметіме көңілім толады. Мен де еліміздің өркендеуіне өз үлесімді қосып жатырмын. Соған қуаныштымын. Ақтау портының техникалық қондырғылары әлемдік стандартқа сай жабдықтармен жаңартылған. Мұның өзі жүктерді тиеп түсіруді тәулік бойына іркіліссіз атқаруға мүмкіндік беріп отыр. Оның ішінде қара алтын мен бидайдың үлесі басым. Көбіне мұнай Әзербайжанға, ал астық Иранға жөнелтіледі. Порттың аумағын кеңейтіп, техникалық әлеуетін арттыру бағытында атқарылып жатқан ауқымды тірліктер жүк тасымалының айтарлықтай артуына серпін бермекші. Расширение порта является одним из прорывных проектов. Портты кеңейту жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Теңіз астын тереңдету қолға алынды және оның қауіпсіздік жағы да қамтамасыз етілген. Мұнда мұнай құятын айлақ, құрғақ жүк түсіретін 3 айлақ саламыз. Аталған жобалар 2015 жылға қарай аяқталады. Жоба аясында оңтүстік шығыстан жөнелтілген жүк біздің аумақ арқылы Ресейге, одан әрі Еуропаға жеткізілмек. Сонда порттың өндірістік қуаты артып, жылына 20 миллион тонна мұнай, 3 миллион тоннадан астам жүк тасымалдауға мүмкіндік туады. Сөйтіп әлемдегі дамыған порттардың қатарына енеді деген жоспар бар. Бұл өңірдің көлік логистикасын дамытудың бірден бір жолы. Жездірәбіл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтау.